Аузыңа салсаң балдай еріп кететін ерекше дәмді творогтан жасалған және шиенің қышқылымен, шоколадтың үйлесімділігімен болған осы тортты рецептін сіздерге ұсынатын боламын. Сіздер менің арнамды қолдап, лайктарыңызды аямай, арнама тіркеліп алыңыз және осы рецептті сақтап алыңыз. Ол үшін ең алдымен 3 жұмыртқаға қантымызды қосамыз да жақсылап миксерлеп аламыз. Қантымыз толықтай еру керек. Менде бұл 1 стакан қант, шамамен 180 грамдай. Описание бөлімінде толық ингредиенттерін жазып қалдыратын боламын. Ал сіздер бұл тортты жасаған болсаңыздар, немесе жасайтын болсаңыздар, комментарияға бөлісе кетіңіздер. Мінекей осылай жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлеп аламыз. Қолмен, венчикпен немесе вилкамен де араластыра берсеңіздер болады. Содан кейін разрыхлитель, қопсытқыш яғни және сұйық майды қосамыз. Содан кейін какао ұнтағын қосамыз. Осыларды өстіп жаймен ақырын араластырып аласыздар бірінші, жан жаққа шашырап кетпес үшін. Содан кейін миксерлейтін боламыз. Және бұған ыстық қайнап тұрған су қосасыздар. Сүт қоссаңыздар да болады, су қоссаңыздар да болады. Ал мен су қосамын. Сумен де бұның бисквиті өте дәмді болып шығады. Осылай бір келкі консистенцияда болғанша жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Айтқандай мен бұл жерде ас содасын қосуды ұмытып кетіппін. Сондықтан осы жерде қоса берем. Ештеңе болмайды. Пирогыңыз жақсы болып шығады. Ас содасын қосып, тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Мінекей біздің массамыз дайын. Бұл біздің бірінші салмамыз. 26 диаметрі 26 сантиметр болатын формочкада пісіріп жатырмын. 24-22 сантиметрлікке пісірсеңіздер де болады. Және 300 грамм творогқа 1 жұмыртқа қосамыз. Творогымыз қатып, жақсы болу үшін жұмыртқа міндетті түрде қосылу керек. Және 2-3 ас қасық қант қосатын боламын. Жақсылап тұрып езіп аламыз. Вилкамен жақсылап езсеңіздер де болады, миксермен езсеңіздер де болады. Ал мен осындай измельчительмен тез-тез езіп алдым. Мінекей осындай масса болады. Екінші массамыз, жаңағы бірінші массамыз, яғни қамырына осы творогтарды қасықпен өстіп бір-бірден қойып шығасыздар. Қараңыздар, қандай әдемі. Бұл тортты кескенде ішіндегі узоры тіптен әдемі көрінеді. Шоколад пен әппақ творог екеуі. Ал бетіне жаққан шоколадымыз мүлдем дәмді, ерекше үйлесім береді. Шиенің қышқылын енді айта алмаймын. Өстіп әдемі өрнек сызып аламыз. Осылай сызып алғаннан кейін менде бұл замороженный шиелер, қатырылған, мұздатылған. Соларды өстіп қамырларының үстіне қойып шығамыз. Творогтың үстіне емес. Өстіп жан-жағына әдемілеп қойып шығасыздар. Мен көбірек қостым, өйткені шиенің қышқылы көбірек болғанын айтмаған. Өте үйлесімді дәм болады. Енді осыны 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Торт десе де болады, өте дәмді бұл. Осы дайын болған тортымыздың үстіне шоколадты ганашымызды әдемілеп жағатын боламыз. Мен сияқты кондитерлік пакетке шоколадты салып, бірден сливочный маслоны, яғни сары майды да салып, бірден ыстық суға осы пакетмен салып ерітіп алсаңыздар, өте күшті лайфхак. Содан өстіп сығып қана әдемілеп жан-жағына жағып шығасыздар. Көп уақытты да алмайды. Водяной баняда керек емес. Айтқандай, мен бұны пирогымыз ыстық күйінде бірден осылай жағып жатырмын. Және осы ыстық күйінде жесеңіздер өте дәмді. Суытып жесеңіздер де болады, ыстық күйінде жесеңіздер де болады.
енді кесетін боламыз. Қараңыздаршы, мына енді ерекше керемет көрініс қой мына. Өте дәмді, шоколадымен ағып тұрған. Менің сүйікті пирогтарымның, торттарымның бірі десем де болады. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шиенің қышқылын енді айта алмаймын. Өте үйлесімді, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса, арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздермен болған Айгерім Ас-Софи. Егер де осы пирогты жасап жейін деп отырған болсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.